Әлішердің Нұраймен жүруге ойы бар ма дейді. Жоқ, ойыңыз жоқ. Ондай ой болмапты. Әлде болды ма? Ондай ой болмапты. Ештеме жоқ, елдермен таныстығымыз тоқтады. Өзім күтемін десем. Беріңіздер. Енді тезірек осы жерден алып кететін өзіне сенімді жігіт болса болды ғой. Сіз айтыпсыз, егер де бүйтсе, Нұраймен жүретін еді. Ол прикол өткеннен кейін болмаса. Қазір Аягөзбен таныстықта емессіз. Демек, сіздің өміріңізде Аягөз жоқ, Нұраймен танысып қызыңыз бола ма? Сіз сөйтіп айтқансыз. Білмеймін, негізі менің ойымда прикол өткен. Ол сіздің ойыңша әзіл болды, иә? Солай. Болашаққа жауап бере алмаймын. Секірмесем де жететін әдемі үміткерім бар дейді. Соны білсеңіз болар ма? Біз ойлап қалдық, сіз ұмытып кеткен жоқ па екен, үйленіп қаласың ғой, ешкім жоқ. Жоқ. Ұмытпадыңыз ба? Жол ерекше ғой негізі. Жол ерекше махаббат, ерекше сезім. Әлішерден үмітті ме дейді. Бүгін сұрақ жауапты біздің оқырмандары қойып жатыр. Үмітті ме дейсіз ба? Иә. Жоқ, үмітті емес. Үмітті емес. Бірақ кеше айттыңыз ғой, ұнатамын деп. Ұнатамын деген жоқпын ғой кеше. Ұнайды дедіңіз ба? Ұнайды, солай жүрген ұнайды деп айттым. Сондай жақсы қарым-қатынаста жүрген ұнайды дедім. Әйтпесе Әлішерде сезім бар, Әлішер ұнайды деген әңгіме болған жоқ. Барлығы түсініп қапты. Аягөздің тарапынан маған сұрақ болды, ұнай ма саған өсіп жүрген? Маған ұнайды дедім. Маған осындай жақсы ара-қатынаста жүрген дос болып, осындай ойнап күліп жүрген ұнайды. Демек, үмітті емес. Айтыңызшы, какая вам разница деп айтыңызшы? В чем проблема? В чем проблема? Араласып жүрдік қой.